Назым мен Сержан қайта қосылмақ. Қалаулым жобасының бірінші маусымының қатысушысы Сержанның экс-жұбы Назым Сержанмен қайта қосылмақ. Назым бұл туралы стористерінде интригамен жариялады. Назым ханым өз сторисінде жанымда кім бар деп оқырмандарды қызықтырды. Ал Назым қызымыздың қасындағы сері жігіт Сержанды көрсетті. Та-да-да-дам! Сержан! Ал енді. Түнде Назым мен Сержан сыртта бірге жүреді. Тіпті басқа желі қолданушылары да Назым мен Сержанды суретке және видеоға түсіріп алған болатын. Назым, достар, менің жанымда бір кісі тұр. Бірақ сіздер оны кім екенін таппайсыздар. Ал Сержан, деп Назым Сержанға қарап күлімдеп бірге кездесіп тұрғанын айтты. Бірақ Назым өз сөзінде Сержан екеуміз жай ғана доспыз деді. Сержан Назыммен сырласып тұрмыз. Бір-бірімізге сырымызды айтамыз деді Сержан. Естеріңізге сала кетейік, Назым мен Сержан дос болмаған. Олардың махаббат хикаясы кенеттен аяқталған болатын. Тіпті Алина мен бәстескен Назым Арсенге тұрмысқа шыққан болатын. Олардың махаббат дастаны негатив аяқталса да, содан бері 3-4 жыл өтті. Сержан мен Назымның жеке өмірінде жағымсыз өзгерістер болды. Бүгінгі кездесу олардың бұрынғы махаббатын қалпына келтіруі мүмкін. Еске салайық, ұлбосын туған күнін дүркіретіп атап өтті. Тойға бүкіл қосылай қатысушылары келді. Туған күннің басты фавориті Мұса Агатамен жүр. Агатада кетер емес. Туған күнде Назым мен Сержанның да ескі сезімі ашылып, Сержанның көзі Назымға, ал Назымның көзі Сержанға түсті. Желі қолданушылары жарыса жазды. Сержан мен Назым бір-бірін шын жақсы көретін. Бірақ енді олар қосылмайтын шығар. Сержан Назымды жылатып тастап кетті. Назым ойлан. Сержан қыз құмар, ойланатын кез келді. Назымда жаман қыз емес. Қосылсаң жақсы отбасы боласың, деп жарыса жазды желі қолданушылары.